Ассалаумағалейкум қазақ елі. Түстен бұрын эмоцияға беріліп біраз мәліметтер бергем, түстен кейін дұрыстап түсіндіруге дейін деген. Біз не үшін мал байлаймыз, не үшін борлаймыз? Жаңағы сіздер айтқандай 365 күн малдың семіз күйін сақтай алатын, шалғыны белуардан суы тұнық шұрайлы жер болғанда мен мал байламай-ақ сол жерге малшы болып кетуге пейіледім. Тура сол жерде кілең, ақбас, әулиекөл бұқаларды бағып жүретін едім. Қазірде Қазақстанда Аллаға шүкір жоқ емес бар. Бірақ уақытылы малдың көбі жаңағындай жайылыста күзде себіреді, күзде шөп ұшады, қар басық болады. Сонымен 365 күн халықты етпен қамдай алу мүмкін болмады. Ауылдық жерді айтпай қойыңыз, ауылдық жерде малдың жағдайы тым шіркінай емес. Міне 1,5 жастағы бұқалардың түрі мынау. Кішкентай. Мынаны кім 1,5 дейді. Соның үшін бордақшылық деген кәсіп, мал байлау деген кәсіп пайда болды. Базарға сапалы етті шығару үшін. Содан кейін де жаңағындай мал байлау үшін, оны тездету үшін адамдар құлшына бастады. Бірінші ішкі сыртқы құртын құрыстандыру. Керек болса, менің осы 15 күннен бергі видеоларымды көрсеңдер, мына бұқаны, мен жаңадан бұқа алдым, мына бұқаны алдым, мына бұқаны алдым, общем осы жердегі бұқаның, мына бұқа, мына жақтағы барлық бұқаларды алдым. Бұларға мен бірінші очередте не істедім? Әкелдім, кіргіздім, ішкі құртын құртсыздандырдым, құйрықтарын шамалы кестім. Енді не істеледі? Енді бұйыртса әр 10 күн сайын витамин егіледі. Кешеме алдыңғы видеоны көрсеңіз, қылған ба? Бір не жасадым мен. Ұнтақ витамин бердім. Анаң мойын оралып қалған. Ұнтақ витамин салдым. Мел қатты бір қымбат витамин емес. Негізгі құрамы бор. Енді кеше жем түсірдім. 1 айға жетеді. Бұйыртса мен енді уақыт шығарып не істеймін? 10 күн сайын витамин өкіл саламын. Ол және 10 миллиграмнан ол витаминді көрсете кетейін. Мен негізі ол мендегі бар витаминді міндетті түрде салыңыздар демеймін. Сіздердің малдарханада қандай витамин бар, сол витаминді салу керек. Максивит деген витамин салам. Алла қаласа ертеңден бастап. Сосын енді жем сылтауы жоқ, жем алынды. Мыналардың сосын құйрығы кесілді. Ішкі құртты құртыстандырды. Күннің жылы сәтін күтіп отырып, үстін шомылдырам. 10 күннен кейін 1 ай болады. Ибермегіне егем. Ол өкілменде көмектеседі, ішкі сыртқы құртқа деген. Сыртын шомылдырам. Мынандай сатпақтарын кетірем. Тарайым, сылайым, жағдайын жасайым. Сосын менде алдыда 100% арпамен. 100% арпамен, сосын азынаулақ сапылормен тұрған. Қазір сапылор тауықтар шашады. Енді оған қатты ренжімеймін, бәрібір өз тауықтарым ғой жейді. Көршіндікі де бар, келіп тұрады. Осыдан 3 мөшек, мынаны қоспағанда 2. Сосын тағы не қалды? Мынау арпа болатын. Тауықтар аяғымен тарп-тарп мынаған түсірген. Арпадан осы ғана қалды. Кешелі бері 50-де 50 бидай мен арпаны араластырдым. Азынаулақ сапылар қостым. Енді тағы 1 тонна арпа заказ бердім. Оны әкелем. Жалғаста 50-де 50 берем. Ертең бүрсі күн тасайым деп айта алмайым. Оның ары күндері арпаны тасап 50-де 50 берем. Бүгін 2 күн 100% арпамен сынап көрем. Мынау біткеннен кейін 100% арпа болады. Біраз сапылар қосам. Енді бидайдың мен байқаған артықшылығы мынадан тез кетеді дегенде, қауызы болмағандығы себепті тірәбүкіден тез шығады екен. Уақыттан ұтады екенсіз. Сосын арпа секілді емес, шаңы аз болады екен.
Енді результатын көреміз. Осылай. Жаңа жылдан кейінгі дайындықтар жасалатын. Енді мен жемді арнайы бидай әдейі текедей таңдап отырып сатып алғам жоқ. Ауылға бір аптадан бері жаздым. Жем алам, жем қабылдаймын, арпа бидай керек дедім. Шықпады. Көрші ауылдың ақпаратына жаздым. Сонымен 4,5 тонна, 4 тонна 600 бидай алдым кеше. Енді ауылдан 1 тонна бидай шығып тұр. Оны 2-3 күн іште тасып әкелем. Соның үшін ауылдық жер болса, ойбай маға міндетті түрде арпа, міндетті түрде бидай бәрі керек деп өте қатты қымбатқа қаладан алыс болсаңыздар кіре төлеп, өзі қымбат жемді әкеліп беру аса тиімді болмайды. Одан да бармен базар бар жеміңізді тойғызыңқырап беріп, ішкі сыртқы құрттарын құрсыздандырып, мынау қышудың ең үлкен көзі мына жер. Мына жердің жүнін мына ұқсап қырқымағаныңызда бұдан да көп дәреттер жабысады. Дәрет жабысқаннан кейін қайызғақ басады, қайызғақ басқаннан кейін сол жер қышиды. Қышығаннан кейін бұл жанына шыбжыңдата береді. Мынадағы құрты анаған жұғады, сөйтіп қышыну тездеп кетеді. Екінші фактор, қыс екен деп қораны өте тыншу ұстап тастайсыз. Өте ыстық ұстап тастайсыз, содан қышыну бастайды. Үшінші себеп, қораңыз қараңғы болады. Содан бұқаңыз тоңбағанымен, жылы ұстағаныңызбен, жемін жақсы бергеніңізбен оған жаңағындай бит қотыр қаптайды бір, екінші күн жетіспейді, бәрі-бірде дұрыс бағытта болмайды. Яғни толыққанды тезірек семіру уақыттан ұтуға мүмкіндігіңіз аз болып қалады. Яғни өзіңіздің табиғаттың беріп тұрған күнін пайдаланбай, тегін келетін энергияны пайдаланбай, тегін тесіктерді бекітіп тастап ауа алмасуына өзіңіз қолдан малыңызға қиянат жасаған боласыз. Менің ең бірінші артықшылығым тегін кеп тұрған табиғаттан пайдаланамын. Осылай. Содан кейін барып өзім қолмен қосып адамзаттың жасап шыққан жаңағы витаминдерін, ішкі сыртқы құрттардың дәрілерін пайдаланып, ерінбей еңбек етіп, жем шөбін беріп, осы жолмен малды байлаймын. Жаңағы видеода анайы ұнамаған сөздер болса, ренжімеңіздер. Ішіп алған ба деп бір кісілер жазып жатыр. Бұйыртса, Алла қаласа, мен ешқашан арақ ішпеймін. Сосын арақ темекі шекпеймін, арақ ішпеймін. Сосын мен жаңа жыл тойламаймын. Кеше жалғыз өзім үйде болдым, жем кіргіздім. Осылай негізі. Мендегі жаңалық осы. Аман сау болыңыздар. Басқа артық кем айтып жатсам ренжімеңіздер. Соны түсіндіре кетейін дегем.